қағазға қарап тұрып, яғни намазда оқитын сүре дұғаларды қағазға жазып қойып намазды оқысам бола ма үйренгенше дейді. Өте көп сұрақтар түсетін сұрақтың бірі ғой. Кісілер айтып жатады, бүйтіп жан-жағына бүйтіп қағаздар төсеп қояды екен, бүйтіп ат-тахиятты бір жаңағы құнут дұғасын бір жазып қояды, субханака дұғасын жаңағы бүйтіп жан-жағына қағазға қарап сөйтіп оқиды екен да. Соның бірі менде сөйтіп мысалы құнут дұғасын 2 ай жаттай алмай жүрген сондай болды ғой. Мысалы менде де оған қызық қой енді өз басың. Конечно, ол міндетті, ол сондай бір қызықты. Бұл деген не ғой? Херс, адам тырысуы ғой бір сондай жақсылыққа, игілікке. Мысалға Құран оқыған адамға 1 сауап, бірақ оны қиналып, ежелеп оққанға 2 сауап дейді. Не үшін? Өйткені оның қиналғаны бар да, қосымша. Қиналғаны бар. Мынау кішкентай баланың бүйтіп, тілі келмей, қылықтары шығып, сөз сөйлегенде тілі тәтті болып тұрады ғой, сол кезде жақсы көріп тұрасың ғой. Сол кезде жаңағы біз де бүйтіп тіліміз келмей, күрбелең болып, бірақ Құран оқуға тырысып атасың да жаңағы. Сол кезде бізде Аллаға сүйкімді болып тұрады екенбіз да сол кезде. Өйткені біздің тырысуымыз бар. Ал Аллаға мынандай нәрсе бар да, нәтиже маңызды ма, тырысқан маңызды ма дейді. Мысалы, нәтиже маңызды ма, әлде тырысу маңызды ма? Әлбетте тырысқаныңыз маңызды. Алла нәтижесін беруі мүмкін, бермеуі мүмкін. Бірақ маңыздысы сіз тырыстыңыз ба, тырысқан жоқсыз ба, негізі сол екен да. Өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, Бұхарида келетін ұзақ хадис бар. Маған барлық пайғамбарлар көрсетілді дейді. Пайғамбарымыз айтады, барлығын көрдім дейді. Сол кезде қияметте жиналып тұрған кезде дейді, кейбіреуінің артында 10 адам, кейбіреуінің артында 5, кейбіреуінің артында 2, кейбіреуінің артында 1 адам, ал кейбір адам пайғамбардың артында адам жоқ дейді да. Өйткені ешкім ермеген артынан. Сенің артыңнан ешкім ермеген екен, сен деген түк істемепсің ғой, сен тозаққа жіберем деп айта ма Алла тағала сол пайғамбарға? Айтпайды. Өйткені ол өзінің міндетін атқарды. Көрдіңіз бе? Енді бұл жерде де не? Сіздің тырысуыңыз маңызды да бұл жерде. Тырысып, сөйтіп жүргеніңіз бұл өте бір игілікке, ізгілікке бір қадам. Аллаға бір қадам табын жақындасаңыз, Аллах не дейді? Мен 10 есе оған қатты жақындаймын дейді. Бұл жаңағындай келетін сахих хадис, Муслимнің риуаятында келеді. Оған 10 қадам Аллах тағала, оған да қаттырек жақындайды, 10 есе қатты. Демек, жоқ деп айтпаймыз. Осылай оқып жүреді, осылай оқып бастайды. Бірақ әлбетте бүйтіп айтамыз ғой біз, әлбетте үйтіп оқып жүре беруге болмайды деп ше, бірақ үйтіп оқып жүре бермейтін де шығар адам ше. Адам бір кішкене 1-2 айлап сөйтіп оққаннан кейін жатталып та қалатын дүние ғой.